Ассалаумағалейкум қазақ ел. Біз ауылға келдік. Ағамызға көмек беріп жатырмыз. Мына жақта баламыз бар. Мына жақта үлкен шөптер бар. Мына жақта жинап қойған жоңышқа шөбі. Соны біз мына жақта драйбилка бар. Мына жақта триладынан сонымен қазір мына шөптерді түсіріп қойдық. Сол шөпті тураймыз. Мына турағаннан кейін шөптер андай майда болып шығады. Майда болып шығады андай шөптер. Соны тұр қазір. Майдалағаннан кейін мына жаққа салып біз мына жақта малдарға беріп жатырық шөпті. Мына жаққа салып малдарға береміз. Шөпті не үшін турап жатыр деп айтатын болсаңыздар, шөпті осылайша ірісіне салатын болсақ, малдар шамалысын жейді, бір 30% жейді, қалғанын аяғымен таптап тастайды. Егер де біз мынандай драйбилкамен біз турап беретін болсақ, шөпті ол кезде мынандай майда болып шығады. Пәші жем сияқты, міне баламыз салып отыр, міне мынандай қылып майда қылып тураған кезде шем сияқты болып кетеді. Сол үшін әдемі ат-қот қалмай бәрін жеп қояды. Қолдар жұмыс.